Ассалаумағалейкем, арда қазақ елі, кеш қайырлы болсын. Мен бүгін бір естелік айтқым келіп тұр. Қазақтың бүгінгі таңдағы мінекей арда азаматы, алаштың азаматы, орны бөлек, жөні бөлек, ғасырда бір туатын Қойшол Зарлиев дейтін ағам жайлы айтқым келіп тұр. Біз Қошан дейміз, жалпы қазақ жұрты Қошан дейді. Кеше әлеуметтік желіде көріп қалдым да, бір жігіттер сұрап отыр, Қошан аға, сіз Алматыда жүрген кезде 90-шы жылдары жас кезіңізде жағаңыздан ешкім ұстамапты ғой деп. Енді әрине Қошан ағам өз-өзін айта алмайды ғой. Күлді де қойды енді. О заман өтті ғой деп. Соны есіме түсіп, Қошан ағамды сағынып, Қошан ағам туған ағамдай менің. Қазақтың азаматы, туысқан, ешқандай туысқандығым жоқ, бірақ қазақтың азаматы, абай айтпақшы, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді ғой. Сол сияқты ағалы інілі бауыр болып өстік. Біз 90-шы жылдар Алматыда оқуға түстік өнерге. Атақты Алаштан ән оздырған ғасырда бір туатын атақты Жәнібек Кәрменов пен қазіргі таңда көз тірі Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байболовтың алдынан дәріс алдық. Біздің заман о zaman 90-шы жылдары қазіргі тілмен айтқанда әрекеттің заманы еді ғой, жұдырық жуанның заманы тұғын. Сол заманда біз оқуға түскен жылдары қарағандылық азамат өзімнің құрдасым марқұм Саламат Қазақбаевпен таныстық, қатар оқыдық, бір әпіштеде тұрдық, бір комнатада тұрдық, бірге оқыдық, бір ұстаздан сабақ алдық. Бізден үлкен Арымтай Бөдесовпен ағам болды, өмірден өтіп кетті, ғажап әнші еді, қарағандылық болды, өмірден өтіп кетті. Қазіргі таңда көзі тірі Жоламан Құжиман керемет әнші. Сол кісілер арқылы Қошан ағамен таныстық. Қошан ағам өзі 8 қырлы, бір сырлы жігіт. Бұндай азаматтар, ана қазақта сөз бар, өз ағасын бағалай алмаған кісі ағасын бағалай алмайды деген. Мен бағаламасам, сен бағаламасаң, кім бағалайды өзімізді? Осында елдің тұлғалы азаматтарын. Бүгінгі 21-ші ғасырдың Қошан ағамдар иман жүсібі. Өзі сері, өзі шешен, өзі ақын, өзі әнші, өзі жыршы. Домбыраны қалай шертеді? Сонда сол Қошан ағамдар бізге өнер адамдарына үлгі бола білді, аға бола білді. Өз палуан жігіт. Сонда сол заманда біздің консерваторияға әпіштесіне ана физкультурный жігіттер келетін. Ой, осы терісіне, денесіне терісі симай, осы битіп беретін. Әлсіздерге күш көрсетіп. Сонда Қошан ағам да сол жігіттерді орнына қоятын. Иман жүсіптің тілмен айтқанда Қошан ағамдар жауыздың жағасында, озбырдың омырауында бола білді. Әлсіздің есесін, күштің меселін қайтара білді Қошан ағамдар. Сонда осында кеп тұрады, әпіштаға келіп, жігіттердің жағдайын біліп, өз өнерге өте құмар, спортпен өнер егіз ғой негізі. Келіп, жағдайымызды біліп, жігіттер қалайсыңдар, ешкім мазаларын табатқан жоқ па, деп жағдайымызды біліп кететін. Сонда бір күні осы біздің әпіштаға бір жаңағы жұдырық жуан атан жүріпті жігіттер келіп, бір жігіттер айтқан болса керек, мазасындаған. Қошан ағам келіп, біздің әпіштаға келіп, күтіп келді. Ол жігіттер 5-6 жетіп келді ме. Сонда Қошан ағам бір ғажаптығы ғой, не деген, бұндай жүрек, таудай жүрек, кез келген жігіттен табыла бермейді. Не ағып жүрсің демейтін, сұрамайды. Білет келген бетте Қошан ағамдар бірінші удар жібереді. Сөйлеспейді, таныспайды, кімсің демейді, сразу білет, бірінші удар жібереді. Сол бірінші удар жіберген кезде, кәдімгі сүлгіні жіберген кезде, сол орында кәдімгі бұратылып түсетін. Сонда 10 жігіт болған кезде Қошан ағам ортада өз-өзін ұстауы, өз-өзінің сөз саптастары бөлек. Жігіттер аузын аша алмайтын. Құлап атқан жігіт орнынан тұрып, сонан кейін барып, бауырым, не ағып жүрсің? Сонда жанындағы жігіттер бата алмайтын. Айтшы, не ағып жүрсің?
бұл әпшілер не жұмысың бар бұл жерде? Сен қайта қуанбайсың ба? Осындай қазақта бауырларым бар, осындай өнерпаз қазағымның жігіттерін неге қолдамайсыңдар? Күшің тасып бара жатыр ма? Күшің тасып бара жатса, ана рингке шықсай, біз саған поддержка берейік деп ақылын айтып, сөйтіп сол жерде әңгімелесіп, бекісіп деген сияқты сөйтіп шығарып салатын. Міне осындай. Сол бүгін есіме түсіп, Қошын ағамды көріп, сағынып, қазақта сөз бар. Мың жерден сері болсаң да, сертті бұзба, мың жерден тентек жынды болсаң да, текті бұзба дейді. Сол сертте тұратын, тектілікті бұзбайтын азаматтың бірі деп білемін Қошын ағамды. Міне қазір енді әрине әр нәрсе уақытысында, заманында Қарамолда деген шешен өткен, 50 ердің жасы, 60 сұмдықтың басы, 70 оттың қасы, 80 жоқтың қасы, егер тірі жүрсең 90-ға келгенде торғайдайсың, көшкенде көлігіңді зорғайдайсың дейді. Мінекей өтіп жатқан өмір мінекей. Енді 30 жыл өтті де кетті. Мінекей 30-35 жылдай өмір өтті де кетті. Қаншама жігіттер өмірден өтті. Ол өмірдің заңдылығы. Сондықтан мінекей осындай ағаларымызды, осындай елдің тұлғаларын құрметтеп, қошеметтеп, бағалап, кейін ұрпақ біліп жүрсін. Кейін ұрпақ осында ағамыз болған деп бір-бірімізді бағалап, бір-бірімізді ағалап жүрсек, біз болашағымыз жарқын болады деп мен кәміл айта аламын.